сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Ахмет Байтұрсыновтың «Тіл құралы» атты еңбегінің 1 жылдық бөліміндегі сөз тұлғалары тақырыбы бойынша сөз қозғаймын. Ахмет Байтұрсынов зерттеген сөз тұлғалары 5 түрге бөлінеді дедік. Соның ішіндегі түбір сөз бастапқы мағынасында да, бастапқы тұлғасында да өзгермейтін сөздер тобы. Оларға бас, шаш, құлақ сөздерді жатқызсақ болады. Ал туынды сөз дегеніміз бастапқы тұлғасында да, бастапқы мағынасында да өзгеріс енген сөздер. Оған белгілі бір қосымшалардың жалғануы арқылы олардың тұлғалық мағыналық өзгеріске ұшырауы. Оған балалық, жылқышы, кітапхана сөздерін жатқызуға болады. Келесі қос сөз дегеніміз қосарынан айтылатын сөздер. Мәселен, аяқ-табақ, киім-кешек, ыдыс-аяқ, яғни бұлардың белгілі бір сыңарын алып тастап қолдана алмаймыз. Бұлар өздерінің қосарының қасына қосылған кезде ғана белгілі бір мағыналық дербестікке ие болады. Келесі қосалқы сөздер. Қосалқы сөздер дегеніміз өз алдында мағынасы кем, басқа сөздермен қосылғанда ғана белгілі бір мағынаға ие болатын сөздер тобы. Оған мал да, жан да солай ғой, осы ғана деген сөздерді жатқыза аламыз. Келесі және ауқымды бір түрі қосымшалар. Қосымшалар дегеніміз сөз емес, сөзге тікелей жалғанатын буындар. Олар жеке бір өзіндік дербес мағынасы да болмайды. Сөзге жалғанбай тұрып та ешқандай бөлек айтылмайды. Сондықтан бұлар қосымшалар екі түрлі. Біреулері жалғанған сөздің тұлғасын ғана өзгертіп, мағынасын өзгертпейді. Ал екінші қосымшаның түрі сөзге жалғанған кезде өзінің мағыналық та, тұлғалық та дербестігін өзгертуі. Сондықтан бастапқы қосымшалар тысқарғы жалғаулар, тікелей жалғау деп аталады. Екінші қосымшалар ішкергі жалғаулар, яғни тікелей жұрнақ деп аталады. Сөз тұлғалары тарауындағы сөз жазушының жалпы ережесіне тоқталатын болсақ, һәр түбір сөз һәм туынды сөз бөлек жазылмайды. Яғни олар бір-бірімен қосылу арқылы тікелей жазылатын болады. Бірақ осындай кезде үзетін харіптерді кездестіре аламыз. Ол харіптер ішіне А, Д, З, Р, О, Е әріптері қатысатын болады. Келесі біздің ережеміз қос сөздер арасына сызықшамен айырылып жазылады. Мысалы, аяқ киім, киім-кешек, ыдыс-аяқ сөздеріндегі сызықшаның жазылуы оның қос сөзге тән ереже екенін аңғартады. Келесі қосалқы сөз бөлек жазылады. Яғни бағанағы айтып кеткеніміздей, бұл мағынаның сөзбен ғана қосылып, белгілі бір мағыналық дербестікке ие болады. Жұрнақтар барша сөзге қосылып жазылады. Яғни, жұрнақ жалғанған кезде тұлғалық та, мағыналық та өзгеріске ұшырағанын байқай аламыз. Жалпы ереженің ішіне кіретін соңғы ережеміз бұл жалғаулар. Түбір сөзге де, туынды сөздерге де жалғана береді. Жалғауда т мен д дыбыстары дүдамал болса, т-ның орнына да д әрпі жазылады. Яғни жұрнақтар түбір сөздің, жалғаулар түбір һәм туынды сөздерге жалғанады. Бірақ осы жалғану кезіндегі белгілі бір соңғы келген әріптерге сәйкес, олар өзгеріске ұшырауы да мүмкін. Ахмет Байтұрсынов қозғаған сөз тұлғалар ішіндегі жұрнақтардың лық жұрнағына тоқталатын болсақ, бұл жұрнақ түбір сөздің аяғы дауысты, жарты дауысты дыбыс болса, яки р болса, осы лық күйінде жалғанады. Мысалы, балалық, жаулық, қулық, байлық. Түбір сөздің аяғы ұяң дыбыс болса, жұрнақ лық өзгертіліп, дық болып жалғасады. Мысалы, қымыздық, салдық, қомдық және аңдық. Ал түбір сөздің аяғы қатаң дыбыс болса, лық жұрнағы тікелей дық жұрнағына айналып кетеді. Мәселен, қаптық, жұрттық, аштық, жастық сөздерінен байқай аламыз. Жіңішке сөздерде лық орнына лік, тық орнына тік, дық орнына дік болып жалғанады. Жоғарыда көрсетілген мәліметтер бойынша сөз тұлғасының нешеге бөлінетінін және олардың қандай мағыналық дербестікке ие екендігін айқындай кеттік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.